Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бүкіл мадақ мақтау жаратушы иеміз Алла тағалаға болсын, және оның сүйікті құлы, әрі елшісі, пайғамбарымыз Мұхаммедке және оның отбасына, сахабаларына салауат сәлемдер болсын. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы сауабы сарқылмайтын, үздіксіз барып тұратын, тіпті адам дүниеден өтіп кетсе де, Алланың разылығы деп халыққа, адамдарға қалдырған ізгі амалы уақып садақасы жайлы болмақ. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың оған игілігімен, салауатымен сәлем болсын, Мекке қаласына, Медина қаласына қоныс аударған кезінде, ол Медина қаласына су тапшылығы болады. Яғни жалғыз Рума деген құдық қана болатын. Яғни ол құдықтың ішетін суы таза, әрі тұщы, ішуге жарамды су болатын. Бірақ ол құдықтың иесі Яхуди еді. Ол Яхуди ол құдықтың суын адамдарға сатқан екен. Яғни ақшаға ғана ол суды берген екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын жинап, «Уа сахабаларым, кімде-кім мына құдықты, Рума құдығын сатып алатын болса, және де оны Алланың разылығы деп халыққа уақып ететін болса, оған жәннат бар» деген екен. Сонда Осман ибн Аффан радиаллаху анху бірден сол Яхудиге барып сатып алуын сұрайды. Яғни сатуын сұрайды. Сонда ол Яхуди, мен бұны толықтай сата алмаймын, мен бұны жартысын сатайын деп келіседі. Яғни бір күні Осман радиаллаху анхудың иелігінде болса, келесі күні Яхудидің иелігінде болады. Осман радиаллаху анхудың кезегі келген кезде халықтың барлығы тегін сусынданып, суларын алып алады. Келесі күні Яхудидің кезегінде ешкім сатып алуға, су алуға келмей қояды. Сонымен шарасыз қалған Яхуди Осман радиаллаху анхуге келісімін беріп, толықтай сатып жібереді. Енді бұны Осман радиаллаху анху сатып алып, халыққа уақып етіп жібереді. Халық бұдан тегін су алып пайдаланады. Тіпті Осман радиаллаху анху дүниеден өтіп кетсе де, ғасырлар бойы бұл құдықтан халық су алғандықтан Осман радиаллаху анхуге бұл құдықтың сауабы барып тұрған. Сондықтан да пайғамбарымыз не деп сүйіншіледі? Бұл құдықты сатып алғанға жәннат бар деді. Яғни бұл үлкен ізгі амал. Бұл уақыф сөзінің тілдік мағынасына қарасақ, тоқтау деген мағынаны береді. Яғни бір мүлікті сіз халыққа уақып еткен кезіңізде сізден иелік тоқталады. Яғни енді ол сіздің меншігіңіз емес. Ол мүлікті сіз сатып жібере алмайсыз. Не болмаса өзіге сыйлық қып бере алмайсыз. Не болмаса сіздің ұрпағыңызға ол мұра болып иелік ете алмайды. Яғни иеліктен, меншіктен шығып, халыққа атау бұл уақып, бұл есептеледі. Яғни бұл мысалдан тағы бір түсінетініміз ең маңызды, ең мұқтаж нәрседен бастау. Яғни ол заманда сол Мединада, яғни су тапшы болды. Сол секілді сіздің өзіңіздің аумағыңызда, ауданыңызда, не болмаса ауылыңыздаға не нәрсе қажет? Бәлкім мешіт жоқ шығар, бәлкім медресе салу керек, бәлкім бір жол салу керек, не болмаса бір көпір жоқ шығар. Сол секілді содан бірінші бастаңыз. Яғни өзіңіздің шамаңыз келсе, солай жасаңыз. Егер мүмкіндігіңіз болмаса, сол ауылдастарыңызбен бірігіп жасаңыз. Не болмаса тіпті оған мүмкіндік болмайтын болса, сол бір ізгілікті жасап жатқан адамдарға үлесіңізді қосып, бір кірпішін болсын қалайтын болсаңыз, ақыреттің күні мешіт салушы, медресе салушылардың қатарынан тұрасыз. Тіпті кітап, не болмаса ағаш, яғни тал ексеңізде бұл уақып болып есептеледі. Мысалға сіз кітапты мешітке, медресеге өткізген болсаңыз, одан қанша адам, яғни жамағат, яғни шәкірттер білім алып оқитын болса, оның да сауап сізге барып тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады ғой, ағаш отырғыз. Мейлі одан бір кісі келіп көлден келесе де, оның жемісін жеген болса да, тіпті торғайлар, яғни содан жеміс жейтін болса да, сауабы болады деп айтқан хадисі бар. Бұл уақыптың мақсаты, яғни халыққа пайдалы болу. Бұл жайлы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде сендердің ең жақсыларың халыққа, адамдарға пайдалы болғандарың дейді. Яғни мүмкіндіктеріңізше,
яғни уақып етіп, бұл дүниеде ізгі амал, өздеріңіздің артыңыздан бір сіз болмасаңыз да, сіздің орныңызға халыққа пайдасын тигізетін бір амал қалдырып қойыңыздар. Мынау Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанынан ашылған уақып қоры бар. Бұл уақып қорының қазіргі ізгі бастамасы Құран, яғни Құран басып шығармақшы. Осыған да үлестеріңіз қоссаңыздар. Яғни бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі мешіт медреселерге, яғни Құран басып шығармақшы. Яғни Құран басып шығарса, ертең ұрпағымыз оқиды. Одан кейінгі ұрпақ деген секілді бұл ақыретке дейін жалғаспақшы. Әрі уақыпнама алған кісілерде де байқап жатасыз. Уақыпнаманы неліктен алады? Яғни пайғамбарымыз хадисінде не дейді? Аз-аздан үздіксіз тұрақты түрде жасалған амалды Алла жақсы көретіндігі туралы айтады. Яғни уақыпнама алған кісі, яғни ай сайын осындай көлемде, яғни мен қаражат салып отырамын, осындай үлесімді беріп отырамын деп Алла тағалаға нәзір етіп уағда етеді. Яғни нәзір еткен кезде ниетіне қаралады. Яғни осы бір кәсібім жүрсін, не болмаса осы бір кеселден құтылайық, отбасыма береке кірсін деген секілді дұғалары да, әрі дұғалары да қабыл болады. Онымен қоймай артынан, яғни үздіксіз сарқылмайтын сауап болмақ. Осы бір амалдардан да баршамызға Алла тағала осы бір уақып жасауды, барлық жақ жан-жақты үлесімізді қосып уақып жасауды әрбірімізге Алла тағала нәсіп еткен болсын. Естіп, тыңдап, көңіл бөлгендеріңізге Алла разы болсын.